Жакөннен осындай қап келді. Аяулы анама хат. Аяулы анашым, сәлем анашым, қалыңыз қалай? Мен жақсымын. Мен сізді келе жатқан 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймын. Бақытты ғұмыр кешіңіз, аман-есен өмір сүріңіз. Бар жақсылықты тілеймін. Осы кезге дейін бағып жүргеніңіз үшін шексіз мейірім мен қамқор болғаныңызға мың алғыс. Жалғыздықта жалғыз қалдырмайтын анам болғаны қандай жақсы. Сіздің маған жылулығыңыз маған күш береді. Сіздің сұлулығыңыз бен әдемі күлкіңіз әлемді жарқыратады. Сау болыңыз. Сәлем, мен Есенғалиұлы Ақжарқын.